Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сізге осындай әдемі букетті қалай жасау керек жолдарымен таныстыратын боламын. Каналыма жазылыңыздар, әдемі букеттерімді жібере алмаңыздар. Бізге керекті финики, қара өрік, цукаты, папайя, инжир, мангоның және екі түрі. Шпажкиді 30 сантиметрге кетіп аламыз. Өйткені бізге 30 сантиметрлік шпажка өте ыңғайлы. Мен кумкватты тереп алдым. Ортасына дейін тереймін. Қара өрікті тасымен алған ыңғайлы, өйткені оны бізге букетке теруге, букетімізді ұстап тұруға өте көрнекті көрсетеді. Бұл финики, турецкий финики Тунис деп аталады. Өте жақсы, етті, дәмі керемет. Мангомызды теріп алдық. Бұл папаямызды бөлеміз, өткені ол бізде өте үлкен болғандықтан көлеміне қарай 3-ке 4-ке бөлуге болады. Кивиді де көлеміне қарай бөлемін. Егер шағын болса, оны бөліп керек емес, ал үлкендерін, ірілерін ортасынан бөліп аламын. Инжирді өте солай үлкен болғандықтан мен барлығында осылай 2-ке бөліп алдым. Инжирім өте тамаша, балғын. Көріп тұрғандарыңыздағындай барлық жемістерді ортасына дейін тереп аламын. Ол бізге мықты ұстап тұруына керек. Барлығын осылай шпажкамен ортасына дейін тереп аламын. Папаянды дәл солай тереймін. Бұл бізде мангоны шпырштап бөліп аламда, әдемілеп тұру үшін осылай етіп тереймін. Кивиді де дәл сондай әдіспен ортасына дейін тереп алам. Міне жемістерім дайын болды. Цукатыдың осындай түрін аламыз, өйткені бізге букетке әдемі түр береді. Барлық жемістер терейміз. Ендігі мен мангомды аламын. Мангодан роза гүлдерін жасауға осындай мангоның түрін аламын. Натуральный манго, жалпақ болып келеді. В основном соны 2-ке бөліп, осылай етіп орап, біріншісін орап аламын, сосын екіншісін бірін сыртына бірін әдемі етіп роза гүлі шығатындай домалатып орап аламын. Және осы орағандарымды зубочисткамен 2 жағынан айқастырып түйреп аламын. Бізге ашылып кетпеу үшін бұл осылай етіп түйрегеніміз ыңғайлы. Осылай мен 2-3 мангоны жасап шығарамын. Міне мангомыз дайын болды. Мангоны 2-3 шпажкаға түйреген жақсы. Ол бізде нақ мықты ұстап тұруына ең қажет құрал. Мен міне барлық жемістерімді түйреп алдым. Ендігі оларды орауға кірісемін. Ол үшін бізге 2 сантиметрлік скотч керек. Міне мангомыздан бастаймыз. Осылай түйрейміз. 3 мангоны ортасына жіберемін. Үш мангомды бір-біріне біріктіріп алдым. Енді қызыл кумкватты орталарына әрлендіріп безендіремін. Шпажкамызды спираль ретінде жинақтаймыз. Өйткені спиральмен әдісімен ұстағанда бізге аяғы нық қақшиып тұруына керек басты жинау әдісі. Осылай кумкваттарды жан-жағына әдемілеп жинақтап аламын. Кумкватымызды жинадым. Келесі қара өрігіміз. Қара өрік, сары мен қара өрік бір-біріне өте әдемі үйлесімділікті табады. Сондықтан кез келген жемісімізді бір-бірінен түрлерін, цветтеріне қарап әдемі етіп жинағанымыз жақсы.
Мен киви жемісін алдым. Кивиде қызыл мен киви бір-біріне үйлесімділікті өте жақсы ұстайды. Сіз әр өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша әртүрлі бағытта жинауыңызға болады. Мен қазіргі таңда осылай етіп жинағанды жөн көріп отырмын. Цветтің үйлесімділігін жақсы білген абзал, өйткені біздің букетіміздің әдемілігі барлығы осы жемістердің жиналуы, бір-біріне деген цветтердің үйлесімділігі басты орынды алады. Мен мангомды жинап болдым. Ендігі кезекте финикиімді жинап алдым. Міне финикиді цвет үйлесімділігіне сәйкес осылай етіп мен жасақтадым. Өте әдемі болып шықты. Букетіміз аяғында нық тұру үшін осындай етіп спираль әдісімен жинақтаймыз. Оң қолымыздан солға қарата аламыз, осылай ұстаймыз. Спираль ретінде жинақталады. Мен міне папаямды жинап жатырмын. Осылай етіп әдемілеп, цвет үйлесімділігімен сәйкестендіріп, ашық цвет пен қою цвет араластырып, папаямды жинап алдым. Алдағы енді келесі жинайтыным инжирді бастаймын. Жиналуына да мән беруді ұмытпаңыздар. Осылай спираль болып жиналу керек. Міне букетім дайын болып қалды. Әдемі болып шықты. Түзеп аламын осылай. Енді кумкватымды жасап саламын. Кумкват деп аталады бұл жеміс. Дәмі лимон мен апельсин қосындысы сияқты өте жақсы, ерекше бір дәмі бар өзінің. Мен айналасына міне цукатыйымды әдемілеп, дөңгелетіп, тегістеп, соңғы этабын жинақтап жатырмын. Букетім өте әдемі болып шықты. Букетіміз дайын болды. Ендігі келесі кезекте слюдан аламыз. Оны көлеміне қарай бүктеп кесіп аламыз да букетімізді бетін әдемілеп орап жабамыз. Міне біз жауып алдық, бәрін орап. Енді секатор деген құрал болады. Онымен біз аяқтарын нық тұру үшін артық ағаштарын кесіп аламыз. Міне біздің букетіміз аяғынан нық тұр. Осылай болып тұру керек. Упаковка түрлерімен келесі видеоларымда таныса аласыңыздар. Баршаңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіздер.